Қазақ даласы қазына байлыққа толы болса, тұмса табиғаты талайды таңдай қақтырып жүргені жасырын емес. Бүгінде әр өңірден өткен күннен сыр шертетін құнды жәдігерлер жиі табылып жатқанын құлағымыз шалады. Тасқа қашалған, тастан табиғи жолмен жасалған түрлі бейнелерді көп кездестіреміз. Соның бірі әрі бірегейі Талдықорған қаласының маңында орналасқан Тасбақа тас. Ұзындығы 15-20 метр, ені 10 метрге жуық. Анадайдан ақ алып денелі жануардың бейнесін бірден аңғаруға болады. Алып Тасбақа бірегей табиғат ескерткіші Талдықорған қаласының солтүстік батыс бөлігіндегі Бурақай тауының орталық бөлігіндегі қызыл сары сұр гранитті алқапта түзілген. Профессор Еркін Тоқпановтың айтуынша, бұл табиғи жолмен түзілген тау жынысы, яғни адам қолымен қашалмаған. Ескерткіштінде сақталғанына ұзақ уақыт болған көрінеді. Жер шарын мұз басқан дәуірмен тең. Шамамен 580 мың жыл бұрын басталған және 178 мың жылға созылған бірінші төрттік мұз басу кезеңінде шамамен мұздықтың етегі, сол кезде мұздықтар 600-700 метр биіктікке шейін қалыңдығы бірнеше метр, жүздеген метр немесе мыңдаған метрге жететін қалың мұз әрекеті тартылыс күшінің әсерінен тау беткейіне сырған кезде Тасбақаның жаңағы гранитті алқаптарды ысырып, кәдімгі жануарлар Тасбақаның пішіне ұқсас табиғат ескерткіштерін түзілген. Табиғат жанашыры әрі дәл осы Тасбақа тастың қорғаушысына айналған Динара Серікқызы бұл пікірмен келіседі. Өйткені өзі естіген аңыз осы дерекке ұқсайды. Яғни бірнеше ғасыр мыңжылдық бұрын ғаламшарды мұхит суы басып тұрған. Біршама уақыт өткеннен кейін су тартылады. Осы жотаға келген тұста алып Тасбақа тіреліп қалған екен. Бірден тасқа айналып кетіпті. Оған бұл аңызды ұстазы баяндаған, әрі осы жерге де сол кісі алып келіпті. Будучи школьниками, где-то на... Біздің мектептің ұстаздары осы жерге экскурсияға алып келген еді. Мен ол кезде 12 жастамын. Сол кезде мен біздің құнды жәдігеріміз әрі киелі саналатын Тасбақа тасын көрдім. Халқымыз солай атап кеткен екен. Олай аталуының да себебі сол алып Тасбақа бейнесінде тұр. Бұл тастағы әдемі бейне. Оның жүрегінде туған жердің табиғатына деген махаббат Тасбақа тасты көргеннен арта түскен. Жыл сайын баруды қалаған, алайда жол түсе бермепті. Есейген кезде достарымен дәл осы мекенге жүздесуді жоспарлайды. Сапар сәтті басталғанымен өзі бала күннен кездестірген сақ обаларының қираған, тіпті жер бетінен жоғалғанын байқап қапа болады. Очень много долина такая, знаете... Оған барар жолда сақ қорғандары бар еді. Мен санап көргенімде 50-ге жуығын кездестірдім. Біз балалармен бірге көрдік. 2019 жылы достарымызбен тағы да сол жерге барып көруді жоспарладық. Біз барғанымызбен жолдың бойынан 32 сақ қорғанын жер бетімен бірдей қылып тегістеп тастаған екен. Үстінен жол салып тастапты. Құнды жәдігердің жер бетінен адам қолымен жоқ болуы әрине қателік. Егер бұл істі дәл осы күйінде қалдырса, өзге де табиғи нысандарға қауіп төнуі мүмкін дейді. Сол себепті Динара Серікқызы алдымен президент аппаратына хат жолдаған. Соответственно, были ответы, отписки. Мен хат жолдадым. Бірден кері байланыс келді. Біздің облыстағы мәдени мұраны қорғау орталығы сақ қорғандарына зерттеу жұмыстарын жүргізіп бастады. Алайда ешқандай құнды дүние таппаған. Тек 13 дана көне заттар тауыпты. Тасбақа тасқа апарар жолда тек сақ обалары ғана емес, өзге де құнды жәдігерлер бар. Соның бірі петроглифтер. 2 жыл бұрын жүргізілген зерттеу жұмысында 5 мыңға жуығы табылған. Бүгінде олардың саны 25 мыңнан асады. Паспортизация прошла по итогу. Ол жердегі петроглифтер ерте темір және қола дәуіріне жатады. Суреттердің ішінде арқар, қасқыр, ұмай, тіпті Будда суреттері бейнеленген. Олардың саны 25 мыңнан асады. Тіпті кейбір жерлер бүлінген. Тарихтың айтылғаны, жазылғаны түптеп келгенде зерттелгені жақсы. Дегенмен тыста қалып, қорғансыздың күнін кешіп жатқан құнды байлықтарды қорғай білуіміз де керек. Мемлекеттің мәдени мұра тізіміне алынып, арнайы белгі орнатылуы шарт.
Бұл жолда әрине нақты дәлел зерттеу жұмыстары жүргізілу керек. И благодаря этим ребятам Мен қала облыс әкімдігіне өтініш жасадым, хат жолдадым. Барлық журналист блогерлерді құлағдар еттім. Еріктілер де көмектесті. Бірнеше акция, флешмоб шаралар ұйымдастырдық. Нәтижесіз емес, мемлекет қорғауына алынды. Арнайы тақтайша орнатылды. Аймақ туристік мекенге айналғанына да көп болды. Қазір Қазақстанның әр жерінен келушілер көп. Көктем, күз айында отбасылық кездесулер ұйымдастырылып, демалатындар бар. Соның бірі Ақнұр Әділбай. Ол осындай көрікті жерді анасымен бірге келіп көрген. Қазір жиі барып тұрамыз дейді. Негізінде жас уақыттарда, қыс уақыттарда да көп жиі барып тұрамыз. Достарымен, және де өзімнің туыс-туысқандармен. Ол жер өте әдемі, қалаға жақын, және де ол жерге барған кезде табиғаттың сұлулығын тамашалауға болады. Достармен барып, көңілімізді көтеріп, пикник ұйымдастырып, көптеген тамағамдарды жеп көреміз, және де ол жерде ойындар ойнаймыз. Арнамыздан өткен жылы туристік мекендерді танытатын сапарлай хабары шыққан еді. Оның бір саны дәл осы өңірге арналды. Бағдарлама барысында арнаға хабарласып, тіпті тілшінің жекесіне шыққан жандар көп болған. Бәрінің сұрағы қасиетті мекенге апарар жол мен аймақтың өзге де көрікті жерлеріне қатысты. Былтыр ғана осы Тасбақа тауын көріп, оның үстіне блогерлер ғана ғой, көріп танығаннан кейін барып, қала әкімдігі болсын, облыс әкімдігі болсын, одан кейін барып назар аударып, сол жаққа қарай көңіл бөліп, сол жақта бір кішігірім акцияларын, шараларын өткізіп жатыр. Негізі біздің жер жаннаты Жетісу облысында ондай жерлер өте көп. Қазір технологияның дамыған заманы ғой, әлеуметтік желілер қарқынды жүруде. Біз сол Тасбақа тауының төбесіне шыққан бетте, Таспайгер екеуміз, бірден Инстаграмның историясына салған болатынбыз. Сол кезде шыны керек дайрект толды. Себебі оны біліп жатқан, оны насихаттап жатқан басшылықтар болмады. Яғни блогерлердің арқасында бізге жетті, шыны керек. Блогерлердің арқасында біз бардық. Бізде историямызға салып әлеуметтік желіге жариялаған едік. Барып жатқан, мә шалқар барып келдік, күшті екен, баруға болады екен, демалуға қолайлы жер екен деп айтып жатқандар өтті көп болды. Табиғат бізге тәңірден тарту, оны аялау, қорғау, қадірлеу біздің, яғни адамзаттың басты парызы. Десе де Тасбақа тас сынды қасиетті орындарға нұқсан келтіретіндер табылып жатады. Вандализмге жол беру құнды жәдігерден айырылуға сеп болуы әбден мүмкін. Сол себепті демалыс орынға барған бетте алдымен сақтық шараларымен тәртіпті ұмытпаған абзал. Қыс қой, о жаққа екінің бірі көлікпен бара алмайды. Көктем шығып, қар ерігеннен кейін барып, демалып, отбасыларыңызбен керемет уақыт өткізуге күшті жер екенін айтам. Әрине бастысы тазалық сақтап, өздеріңіздің арттарыңыздан қоқыстарыңызды жинап кетіңіздер.